6 сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен бірінші тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары бірінші нұсқаға арналған. Бірінші тапсырма: ертегідегі көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені анықтап, өз көзқарастарыңды білдіріңдер. Бұл жерде ертегі деп тұрған Аяз би ертегісі. Ертегілерде көтерілетін әлеуметтік және қоғамдық мәселелер көбінесе әділетсіздік, бай мен кедейдің арақатынасы, әлсіздердің қорғансыздығы және әділеттілікке ұмтылу секілді тақырыптарды қамтиды. Оқушы көзқарасы: менің ойымша, ертегі арқылы халық әлеуметтік әділетсіздікке қарсы тұру, әділдікке, теңдікке жету идеясын дәріптейді. Бұл ертегілер халықтың қоғамдық мәселелерге деген көзқарасын көрсетеді және ұрпақтарға қайырымдылық, әділеттілік сияқты құндылықтарды насихаттайды. Екінші тапсырма: ертегідегі кейіпкерлерді топтаңыз, сипаттама беріңіз. Аяз би ертегісіндегі негізгі кейіпкерлер Мадан хан, жаман уәзірлер болса, қосалқы кейіпкер Ақша хан, Зәрлі хан, Уәли бай және де қызы. Үшінші тапсырма: Доспамбет жыраудың «Айналайын ақжайық» жырындағы бір эпизодқа түсінік беріңіз. Ойыңызды 3-4 сөйлеммен жазыңыз. Еділдің бойын енжайлап, шалғынға бие біз байлап, орындықтай қара сабадан, бозбаламен күліп ойнап, қымыз ішер күн қайда. Доспамбет жыраудың «Айналайын ақжайық» жырындағы бұл эпизод автордың өткен күндерге, жастық шаққа, ұлттық дәстүрлер мен өмір салтына деген сағынышын білдіреді. Еділдің бойын енжайлап деген жолда табиғаттың әдемілігі мен байлығын, шалғынға бие біз байлап тіркес арқылы ұлттық сусын, қымыздың қадірін, сонымен қатар достарымен бірге өткізген қуанышты сәттерді бейнелейді. Жыраудың күліп ойнап деген сөздері жастықтың көңілді, бақытты сәттерін сипаттай отырып, бүгінгі күннің қиыншылықтары мен әдемі естеліктердің бояуларын көрсетеді. Осылайша автор ұлттық мәдениетті, табиғатпен үндес өмірді және достық қатынастарды дәріптейді. Төртінші тапсырма: шығармадағы автор бейнесін анықтаңыз. Алыбер тұлғаның қасиетін ашатын 5 сын есім жазыңыз. Алыбер тұлға шығармасындағы автор бейнесі дана, көреген әрі халықты құндылықтарды дәріптейтін тұлға. Автор халықтың тарихы мен мәдениетін, батырлар мен олардың қасиеттерін терең зерттеген. Ол халықтың өткенін, оның батырлық дәстүрлерін, адамгершілік құндылықтарын, ұлттық ерекшеліктерін насихаттайды. Алыбер тұлғаның қасиеттерін ашатын 5 сын есім: батыл, қайратты, дана, күшті, жомарт. Бесінші тапсырма: Әбу-Насыр әл-Фарабидің «Қашықтасың туған жер» өлеңінен көркемдегіш құралдарды анықтаңыз. Көшіріп жазып, түрін көрсетіңіз. Үзіндідегі көркемдегіш құралдар антитеза және метафора. Антитезаға не бір жүйрік болдырып жарау деген жолдар жататын болса, метафораға шаршадым мен, қанатым талды менің, қасіреттің жасына көз жуынар. Бұл жерде метафора қасіреттің жасы. Алтыншы тапсырма: Аяз би ертегісіндегі басты кейіпкердің әрекетінен қандай тәлім алдыңыз? Аяз би ертегісіндегі басты кейіпкер Аяз бидің әрекеті менің көзқарасымды өзгертіп, көптеген тәлімдер берді. Аяз би әділдікті, ақылдылықты және еңбекқорлықты дәріптейді. Оның әділдігі халықтың мұқтажын түсінуі, жамандыққа қарсы тұра білуі үлгі алатын қасиеттер. Мәселен, Аяз би халықтың мүддесін қорғап, жағдайларын жақсартуға тырысады. Оның даналығы мен білімін пайдалану арқылы күрделі мәселелерді шешеді. Бұл мен әрқашан дұрыс шешім қабылдауға, әділетті болуға және өзгелердің жағдайын ойлауға үйретеді. Аяз бидің іс-әрекеттері менің адамгершілік қасиеттерімді қалыптастырады. Дәл осы 6 сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен бірінші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға тапсырмалардың екінші нұсқаға арнағаны. Бірінші сұрақ: Аяз би ертегісі ертегінің қай түріне жатады? Жауабы: шыншыл ертегілерге. Жаманның Аяз би аталу себебі неде? Жауабы: әділеттілігінде. Айналайын ақжайық, ат салмай күн қайда, еңсесі биік орда, еңкейе кірер қайда. Көп нүктерінің орнына қойылатын сөздер қатары. С жауабы: өтер боз күн, яғни айналайын ақжайық, ат салмай өтер күн қайда, еңсесі биік боз орда, еңкейе кірер күн қайда. Доспамбет жыраудың «Айналайын ақжайық» жырына сәйкес келетін қатарды белгілеңіз. Жауабы: туған жерді сағыну. Доспамбет жырау қай жылы дүниеден қайтты? Жауабы: 1523 жылы.
Алтыншы тапсырма. Аяз, әліңді біл, құмырсқа, жолыңды біл дегенді қалай түсінесіз? Өз ойыңызды 2-3 сөйлеммен жазыңыз. Бұл мақала адамның мүмкіндіктерін дұрыс бағалауы және өз қабілеттеріне сай әрекет етуі керек екенін білдіреді. Яғни әр адам өз күшін, әлеуетін біліп, жоспарлауды және дұрыс шешім қабылдауды үйренуі қажет. 7-ші тапсырма. Осы заманда кімдерді жақсы, ал кімдерді жаман деп айтуға болады? Өз ойыңызды 2-3 сөйлеммен жазыңыз. Қазіргі заманда жақсы деп айтарлықтар қоғамға, адамдарға пайдасын тигізетін қайырымды, адал, еңбекқор адамдар. Олар қоғамда ізгілікті насихаттап, басқа адамдарға үлгі болады. Ал жаман деп айтуға болатындар өз мүдделерін бірінші орынға қойып, өзгелерге зиян тигізетін, әділетсіздік жасайтын мейірімсіз адамдар. 8-ші тапсырма. Әл-Фарабидің өрге жүзер өнегелі ісімен таңда адал дос өз теңінің ішінен деген ойына өз пікіріңді 3-4 сөйлеммен жаз. Әл-Фарабидің өрге жүзер өнегелі ісімен таңда адал дос өз теңінің ішінен деген ойы адамдар арасындағы адал достықтың маңыздылығын көрсетеді. Адал достар әрқашан қиындықта қолдау көрсететін, дұрыс жолды таңдауға көмектесетін сенімді серіктер. Олармен араласу арқылы біз өзімізді жақсартуға, алға жылжуға мүмкіндік аламыз. Сонымен қатар адал достарды таңдау арқылы біз өмірімізді мәнді әрі өнімді ете аламыз. 9-шы тапсырма. Әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып, Алып ер-тоңғаның бейнесін сипаттап жазыңыз. Алып ер-тоңға қазақ халқының ерлік, батырлық және адамгершілік идеалдарын бойына сіңірген тұлға. Оның бейнесі таудай даналық пен терең күштің символы. Ер-тоңғаның бойындағы ұлылық пен мейірімділік, дұшпанына деген жомарттық, достарына көрсеткен адалдығы әр адамның жүрегінде қасиетті орын алады. Алып ер-тоңғаның күші таутасқа теңеліп, батырлығы әлемнің арғы бергісіне таралған аңызға айналған. Теңізде терең жүрегі, жарқырап тұрған жұлдыздай адалдығы оны халықтың сүйіспеншілігіне бөледі. Оның даналығы мен кісілік қасиеттері тіпті жауларын жеңген кезде де кішіпейілдікпен толықтырып, ақыл-парасатын жоғалтпай, қазақ елінің нағыз қаһарманына айналдырады. Ер-тоңғаның бейнесі қазақ батырларының идеалы, халықтың шексіз құрметіне ие, әрі ешкімге ұқсамайтын тұлға. Сарыарқаның бойында соғысып өлген өкінбес деген жолдардан не түсіндіңіз? Жыраудың өмір сүрген заманы қандай заман? Елді кімдерден қорғады? Сарыарқаның бойында соғысып өлген өкінбес деген жолдардан жыраудың батырлық, ерлік рухын, сондай-ақ туған жері үшін жанын пида етуге дайын екенін түсінуге болады. Ол жолдарда батырлардың ел қорғау жолындағы мақтаныштары, ұлттық сана-сезім мен патриотизм көрініс табады. Жыраудың өмір сүрген заманы қазақ хандығының қалыптасу кезеңі, яғни 16 ғасыр болды. Бұл кезеңде қазақтар өз жерлерін жаулап алуға тырысқан, сыртқы күштермен, әсіресе жоңғар мен Ресей империясымен күресіп, елінің тұтастығын, бостандығын қорғауға мәжбүр болды. Жыраудың айтуынша, жаумен шайқасып өз жерінде өлген батырлар ешқашан өкінбейді, өйткені олар елінің бостандығы мен болашағы үшін күрескен, өз ұрпақтарына ұлы мұра қалдырған. Аяз би ертегісіндегі халық арманы тақырыбында 100-110 сөз көлемінде әдеби эссе жазыңыз. Аяз би ертегісі халық арманының шынайы көрінісін береді. Халық арманы әділдік, теңдік және адалдық. Ертегіде Аяз бидің әділ шешімдері арқылы халықтың қалауы мен арманының жүзеге асатынын көреміз. Ол ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, адамдарды бақытты ету үшін күреседі. Ертегідегі Аяз би бейнесі халықтың мұрат мақсатын білдіреді. Халықтың арманы өздерінің зұлымдық пен әділетсіздікке қарсы тұруы. Сондықтан Аяз бидің батылдығы мен ақылдылығы арқылы олар әділеттілікке қол жеткізеді. Осылайша Аяз би ертегісі халықтың арманы мен үмітін білдіретін, мұраттарын танытатын құнды шығарма болып табылады.